Армысыздар көрермен, сіздермен бірге Абдулла Сұлухан. Бүгін бізде қонақта актриса, тележүргізуші Перизат Алпысханым. Перизат Алпысханым өзіңізбен бүгін бір көрермен сұрап тұрған контентті жоғары сұхбат болайын деп тұр. Өйткені өзіңіз жас журналист болғандықтан, кейінгі өсіп келе жатқан, оқып жатқан журналистер сізге еліктейді деп ойлаймын. Өзіңіз кішкентай болған кезіңізде журналист болуды армандадыңыз ба? Иә, мен бала кезімнен журналист болсын, актриса болсын, әнші болсын, эфирге шығуды армандаймын. Барлық жастар сондай ғой. Иә. Кімге жолап кетсең, қазір бірінші курс, екінші курс студенттер келеді бізге. Эфирге шыққым келетін, жұлдыз болғым келетін. Мен де сондай болған. Бірақ ол өкінішке орай ондай нәрсе дұрыс емес екен. Өйткені келесі-ақ сен эфирге шыға алмайсың. Ешкім сені келесі-ақ эфирге шығармайды. Еңбектенуің керексің, өзіңді дәлелдеу керексің. Мен бала кезімнен армандадым. Мақала жазатын газеттерге, одан кейін айнаның алдына отырып жаңалықтар жүргізетінмін. Одан кейін актрисаларға еліктейтінмін. Енді осы арман жетелеп осындай дәрежеге келіп отыр ғой. Бірақ сол кездегі амбиция, сол кездегі мен жұлдыз боламын, сол үшін журналистикаға түсемін деген түсінік қате екен. Мен басынан осы қателік өткен. Және де қазір де сол жастардың соны көремін, күлемін. Мынауда кішкентай кездегі мен ғой деп. Келесі звезда болып кетемін деп ойлайды да. Негізі кішкене басылу керек болса. Әр адамның өзінің үлгі тұтатын адам болады ғой. Мысалға, мен мынаны үлгі тұтып, осы сияқты болғым келеді өскенде деген сияқты. Сіз кішкентай кезіңізде кімді үлгі тұттыңыз? Және де сіз бір күн бойы бір адамның рөліне кіріп көретін болсаңыз, кімді таңдайтын едіңіз? Мен енді кішкентай кезімде айтып отырмын ғой, мен әнші болуды да армандадым, актриса болуды да армандадым, жүргізуші болуды да армандадым. Сол себептен де шығар, мен қазір әнші де боламын, актриса да болып жүрмін, жүргізуші де болып жүрмін, журналист те. Мен еліктегенде Данагүл Темірсұлтановаға ол кісінің актерлік шеберлігіне, халықты күлдіре алғандығында, мимикаларына өскем. Ал журналистерден көретін болса, мен Дана Нұржігітқызын қарайтын, Жайна Асыланбекқызын үлгі тұтатын, өйткені ол таза әр сөзді айтатын журналист болады. Соны тыңдаған кезде түсінікті тыңдайтын да. Мен осы кісілерге еліктедім. Ал енді кімнің өмірін бір күн көргіміз келеді деген сұраққа мен ойланбаппын да. Ешкімнің өмірін сүріп көргім келмейді. Қызық, өмірім өте ұнайды. Сондықтан ол бұндай сұраққа дәл қазір жауап бере алмаймын. Енді өзіңіз де журналистика факультетін тамамдадыңыз. Сіз оқып кеткен жерде біз қазір білім алып жатырмыз. Біз айтып жүреміз, осы универді осы кісілер бітіріп кеткен деген сияқты сіздерді. Сол өзіңізден кейінгі өсіп келе жатқан студенттерге, жас журналистерге қандай ақыл кеңестер айтар едіңіз? Енді бұл журналистикаға анау-мынау түспейді. Журналистикаға жазуға қабілеті бар, сөйлеуге қабілеті бар, өнері бар адамдар түседі. Журналистиканың өзі өнер. Ол мысалы түк өнері жоқ, жазуға қабілеті жоқ адамды әкеліп журналистикаға түсіріп, одан журналист жасап шығару мүмкін емес. Ол үшін адамның өзі өнер болу керек. Енді бұны неге айтып отырмын? Яғни бәрі өнерлі ғой, журналистика оқып жүрген балалардың бәрі өнерлі. Өнерлі болғаннан кейін ол өнер іште жатпайды, шығару керек. Ал шығару үшін не істеу керек? Ол журналистика келген балалардың бәрі жұлдыз болып сөйлейді. Мен сияқты ғой енді. Бәрі әйтеуір газет саласында болсын жұлдыз болып сөйлейді. Жазу жағынан, телеарна, телерадио жағынан, пиар жағынан бізде көп қой, баспасөз бар, факультеттер, международный, халықаралық журналистика бар. Бәрі өз саласының жұлдызы болып сөйлейді. Бірақ мен айтатын едім, кезінде біз көп сабақтарды өткізіп алатынбыз. Сонымен қоса біз оқып жүрген өзіміздің саламыздан тәжірибеден өтуді ойламайтынбыз. Әйтеуір сол программаны оқып жүрміз, әйтеуір мұғалімдердің айтып жатқанын жасап жүрміз деп жүретінбіз. Негізі журналистикада ол жеткіліксіз. Міндетті түрде тәжірибеден өту керек.
мейлі сенің сабағың болсын, сен тегін болсын бір телеарнаға кіріп жұмыс істе, тегін болсын бір газетке барып мақала жаз. Өйткені ол сенің яғни тәжірибеңді шыңдайды. Ертең сен жұмысқа келген кезде, мысалы мен сияқты, мен бірінші кезекте мен компьютер басуды білмеймін. Мен қай жерде тұратынын білмеймін. Өйткені біздің кезімізде компьютер енді дамыватқан, ол бір жағынан кешірімді де шығар, ал енді дәл қазір компьютерді баса алмайтын жастар. Сондықтан мен мысалы қиналдым. Бірінші текст жаза алмайтынмын. Ойымда тұрады, бірақ оны тез жаза алмаймын да. Тіпті мәтінді де жаза алмаймын. Сосын мен дауысымыз болмаған журналистикада мен оқып жүрген кезде біздің дауысымызбен ешкім естімеген екен. Әйтеуір өзіміздің бар білгенімізбен оқып жүрдік. Көбінесе біз жазуға бет бұрамыз. Мен сосын жұмысқа жаңадан кірген кезде мен НТК телеарнасынан бастадым. Сол кезде текст оқы деген кезде мен оқимын, дауысым дұрыс емес. Маған айтты, сенің дауысың әлі кішкентай қыздың дауысы сияқты, детский голос деп айтты. Сол кезде мен өкіндім, неге мен баяғыдан бері осы дауысымды реттейтін, дауысымды қоятын жерге бармадым. Менің арманым журналист болып, тележүргізуші болу ғой. Сол мінекей 4 жыл бағдарламаны, университеттің бағдарламасын оқып жүре бермей, сен журналистикаға дайындалу керексің. Сен телеарнаға жұмысқа кіргің келе ма? Сол нәрсені бәріне дайындалу керексің. Қарапайым сұхбат алатын кезде, мысалы, қандай сұрақ қоятынды білмейміз біз. Журналистикада оқып жүрген кезде теория жүзінде оқимыз да, оны кейбіреуін түсінбейміз біз. Тәжірибе жүзінде көрмейінше сен оны түсінбейсің. Сондықтан қасыңда отырған, мысалы, жатақханада тұрасың ба, қасыңда отырған қыздан сұхбат ал, мамаңнан сұхбат ал, танысыңнан сұхбат ал, сұхбатты алып үйрену керек. Ол сұрақтарды жүйесімен, ретімен қойып үйрену керек. Бірінші қазір не істеп жатсың, осы нәрсеге қалай келдің деген сияқты жүйесіз, жөнсіз, ретсіз сұрақ қоймау керек. Яғни ретімен бірінші қалай тудың, одан кейін қандай мектепте оқыдың, одан кейін сен қалай университетке түстің деген сияқты әр нәрсенің жүйесі болу керек. Сондықтан құр сол бағдарламада не бар соны бермей, сен өзіңнен жеті білу үшін дайындалуың керексің. Телеарнаға келе сап жұлдыз боламын дегенді ойды алып тастау керек. Сен бірінші жазып, телеарнаға сюжет жасап, мәтін жазып, оны монтаждап, дауысыңды қойып, үйреніп ал, өзіңді телеарнаға көрсет, содан кейін сені өздері алады жүргізуші болуға. Ал сен келесің, мен тек қана жүргізуші боламын, жүргізушілік бар ма? Мен тек қана жүргізуші болу үшін жаратылғанмын десең, сені телеарна алмайды. Бірден сені көреді да, мынау журналистиканың майданда жұмыс істегісі келеді, мынау қиын жұмыстан қашатын адам дейді да, сені жұмысқа алмайды, сенен қашады. Сонда бірінші келген саған не тапсырма береді, сол тапсырманы жасау керек. Бізде айтып отырады да, сол газетке барыңдар, немесе радиоға барыңдар, басынан сондай қарапайым нелерден бастау керек деген сияқты. Сіз осы тұрғыдан осы біздің оқу бағдарламасына жаңашылық керек деп ойлайсыз ба? Біздің журналистикаға ма? Иә, мен өзіміздің журналистика факультетінде оқыдым. Мен сол кезде ешнәрсе білмейтінмін. Біз оқып жатырмыз, иә, бәрі дұрыс. Мен жұмысқа алғаш рет 4-ші курсты бітіріп, дипломды алып жұмысқа келген кезде түсіндім. Біз осындай нәрселерді болмаппыз ғой, бізге осындай нәрселерді үйретпепті ғой деген сол кезде мен екіншіден болды. Иә, біздің тележурналистикаға, жалпы журналистика факультетіне ұқсатын нәрсе көп. Біріншіден практиканы көбейту керек. Кезінде радиода Сана радиосы болатын, бұл жерде бағдарламалар жасайтынбыз, дауысымызды оқып жазатынбыз. Бірақ телеарнадағы қойылыммен біздің сол журналистика факультетінде екеуінің айырмашылығы жермен. Мына жақта ескі, мына жақта жаңа вообще басқа. Диктофоны басқа, жаңағы монтаж жасайтын бәрі басқа. Сонымен қатар бізде ол кезде телестудия болған жоқ. Радиостудия болды. Телестудияда мысалы дауыс қою болды. Бізде міндетті түрде журналист дауысы қойылған болды. Өйткені сен эфирге шықпасаң да сен жазған текстіңді сен жаңалықтарда болсын, басқа бағдарламада оқысаң, жұмыс істесең де сен ол мәтінді білесің. Сенен басқа ешкім саған оқып бермейді.
қашан да әр журналистің артынан жүгіріп жүріп оқып берші. Сондықтан дауыс қою деген сабақты енгізу керек па деп ойлаймын да, кәдімгі дикцияны. Дикция міндетті түрде үйреніп келеді. және де жаңағы мәтін жазу, оны қалай жазу, монтаж, неге бару, түсірілімге бару, сұхбат алып үйрету керек. Біз сұхбат алуды білмей келдік. Мына телеарнадан сұхбат алып білмей келдік. Одан кейін өзіңіз туралы сұхбат алатын кезде іздендім да. Сізді таңдағаннан кейін мен қандай сұрақтар қойсам болады деген сияқты сіз өзіңіз айтқан екенсіз, мен курс сатпаймын, журналист болу туралы деген сияқты. Интернеттен солай шықты. Мен соны көріп, сіз курс сатпасаңыз да, біз үлгі алатын журналистердің бірісіз деп айтқым келеді. және де осы сұхбатты қорытындылап, өзіңіздің бір тілегіңізді кейінгі өсіп келе жатқан жастарға жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Енді жалпы журналистикада оқимын деп сен сияқты жастар келеді ғой. Сұхбат алайын дейді, бірден саған келістік. Өйткені өзім де сен сияқты жүгірген кезім. Баяғыда марқұм Руслан Бөлебайдың айтқан жүріп, соны Сұлтанға барып таңғы 5-те тұрып, соның эфиріне қатысып, қалай өтетінін бәрін көрген. Сол кезде мен жедел апай жібермеймін. Таңғы эфирге барып, қалай түсіріп өткенін бәрін зерттеп маған келіп айтып бересің. Сол себептен мен әр журналистке, әр студентке, осы журналист боламын деп армандап жүрген студентке біріншіден сәттілік тілеймін, екіншіден көп ізденсін, көп білім алсын дегім келеді, және де ұялмасын. Өзің сияқты сол университетті бітіріп кеткен аға әпкелерімен барсын, қасында жүрсін, көрсін, мейлі тегін жұмыс істесең де сенің шай құйып берсең де, киімін тасып жүрсең де, сен оның қасында қалма. Егер сен кет деп айтпаса, қасында жүре бер, сен оның қасында жүр. Қай нәрсе үйренесің. Сондықтан журналистерге айтарым, болашақ журналистерге ұялмаңыздар. Баяғыда бізде жедел апай айтатын, журналист есік жабық болса терезеден секіріп кіру керек. Сондықтан қорықпаңыздар, өздеріңіздің іштеріңіздегі арманға жету үшін ештеңеден аянбай, өз мақсаттарыңызға жету үшін ештеңеден тайсалмаңыздар. Арманды алға қойып қойыңыздар да соған қарай тіке жүре беріңіздер. Ешқандай кедергіден қорықпаңыздар. Егер сіз шынымен де қаласаңыз, міндетті түрде ол арманға жетесіз. және де журналистикада жүрген жастарға айтарым, қателікке барасыздар, жаңағындай жұмысқа өтуге, консультацияға барасыздар, жанып тұру керек. Сүмірейіп, кеудені түсіріп, өз-өзіңе сенімсіз болсаң, сен ешкім жұмысқа алмайды. Ең бірінші осы журналистикада жұмыс істейтін жас мамандарға айтарым, айтарым көзде жан тұру керек. Көзге қарайды. Сенің көзің жан тұрса, сенің көзіңде от бар болса, сен кез келген телеарнаның есігін кәдімгі теуіп кіретін. Сондықтан белсенді болыңыздар, және де жанып жүріңіздер. Бүгін сұхбат берген Перизат Алпысханымға өз алғысымызды білдіреміз, және де өз орнын таппай жүрген, журналистикада оқып, өзінің дәл қазір не істерін білмей жүрген жас журналистерге нағыз қажет ақыл кеңестер айтылды деп ойлаймын. Көрермен сұрап тұрған сұхбат болғанына сенімдімін. Қош, сау болыңыздар.